Ханзадамыз Саддәулетті шақырамыз, келіңіз. Жақсы бәрі. Қалайсыздар, құрметті көрермен, құрметті қазақ елі. Қатысушылар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Гүлназ, келіңіз. Қош келдіңіз, Гүлназ. Образыңыз көріп алайық, алғашқы кездесу қалай өткен? Сәттілік тілеймін, онда босағаннан кейін хабарласасың деген сияқты. Өзім әйел тұрым ғой, короче. Екі рет кездесетін уақытым болды ғой. Просто неше түрлі жағдайларға байланысты. Кездескін келсе айтшы, кездескін келмесе оны қоя салайық деген. Бірден айтты басты. По душе болды да. Соған үлкен рахмет айтам. Бәрін ойлап сөйтіп жүргем. Дөңгелегі жарылып қапты. Соған срочно келе аласың ба дейді. Тұрамда бірақ короче, екеуіне де үлгерем деймін ғой. Несі созылып кетті. Короче, 1 сағатта соңында болып қалдық. Сол такси шақырып, ақшасын төлеп, өзім күтіп алдым. Короче, дөңгелек ауыстырып атқан бәрін жіберем ғой. 15 минут, 20 минут деймін, короче. Я, мен күтем, ешіне кетпейді, асықпа деген сияқты. Мол. Түсінігі мол, кәдімгідей андай. Енді Гүлназтың жағдайма бәрі. Қайырлы күн. Өте әдемі болып тұрсыздар, барлықтарың. Адамның положениесін кіргенде жақсы көрем, негізі түсіністікпен қараймын бәрі. Бала негізі видеолар кеп жатқан, бірақ сен өзің кеше маған көрсеттің ғой, жақсы кездесіп үйге қайтамыз, үйге дейін шығарып салды, рахмет. Енді бұл қысының қасына мен телефон шықлап отырамаймын, например, көп. Сондай қыздарға жақсы қарайды деген сияқты айтқан болатынмын. Типа кеудесінен анда мойнынан иіскетіп, кеудесі дегенде сен былай стапта тиктогында көрініп қалған болатын сол кезде. Айсұлу мен Саддәулеттің видеосын бәріміз көрдік. Иіскеп солай істеген болатын. Мен ата-анам қазіргі сәтте тікелей эфирді қарап отыр. Енді өзі жоқтың көзі жоқ деп негізі қозғамайын деген, бірақ Саддәулеттің өзіне сұрау керек болды. Мен әдейі көрсеттім ол видеоны. Ол жерде көріп тұрсың ба? Ол қызға мойныңды иіскетіп солай. Қай видеоны айтып тұрсың? Немесе видео бар болса шығара салсақ болады. Аруна түсінсем өзін түсіріп отыр. Мен оны көрмедім, мен кеше СММ. Айсұлудың өзі жоқ, сондықтан бір сөз қылмай-ақ қояйық деген келіп тұр. Осындай іс-әрекеттер бола береді ма сонда? Өзіңізді мойныңызды или басқа жеріңізді иіскетіп, это приятно, например. Ол видео бүткіл жерде тұр, бүткіл қатысушылар көрді оны, например. Үміткерлер немқұрайлы қарамайтын. Артың жыртың болып жүретін көріп жүрміз өз көзімізбен. Енді достықтың бір шеңбері болу керек сияқты Балауса ханым, шыны керек. Саған келіп отқан қызға бірінші очередь қою керек деп ойлаймын, Балауса ханым. Сәдәулет сенікі өте дұрыс болмады негізі. Сол видео дайын болған екен, қазір көрейік, экранға назар аударайық. Жұртқа компромат тауып беріп жатқан сияқтысыз. Бүгін үндемей отырайын десем де, әйтеуір видеом шығып кетіпті. Артыңызда солай болып жатқанын көрдім. Түкке қатысым жоқ, өзім әдемі удачно шығыппын, содан кейін сала салды. Ол өзі 3-ші рет па 4-ші рет па түсіріп атқанмын сол. Қалай ойлайсыз, есіңізге түскен шығар? Мен мұны ыңғайсыз болып дейін, сәл ыңғайсызданып қалдым мен өзімде. Шем қарауды сонда мен әке-шешем айтады ғой, сен таңдаған ер азаматың осы ма сонда? Кішкене үміткерге сыйластық болса дегенім. Мойындап отырсың да, бірақ та кәдімгі ақталмай отырсың. Неге? Білесіңдер ғой, жалпы любойыңмен әңгіме айтам. Мысалы, ақеркемен бүйтіп басын қысып алып әңгіме айтам ғой. Бір жерін ұстап қалсам екен деген сияқты, ондай Балауса ханым менде арам ойын болмады, шынымды айтайын. Орынсыз деп ойлаймын, өйткені деген өзінің қол жетпеген соң сөйтіп деген бір қызғаныш сезіммен айтып жатырмын. Айсұлуға иісі ұнамай қалған, соны көрсеткен болатын деп. Ол жерде бір артық дүние болған жоқ негізі. Иіскет, неғып басқа қыздарға барды? Жоқ, бұл жерде не деген парфюм иісі ұнамай тұр деп. Сол кезде Саддәулет иісін қараса деп көрсеткен болатын. Білмеген, негізі бұл жерде Саддәулетті де кінәлай бергім келмейді. Может, ол да кішкене повод беріп жүрген шығар. Оны қалай айтсам болады? Адыл кеше жақсы есіме түсірді, мен басқа бір иіс алған болатын. Сөйтіп соны сұрап қалды да, қайын иісі ұнамайды деді ма бірдеңе деді. Сосын қараш, сөйтіп қараса иісіне жерден шығады. Жақсы. Енді бұл жерде білесіз бе? Айсұлудың өзі келгенде, қара күйе жауап кетпесін. Өз-өзімен отырып, бірақ Саддәулеттің тарапынан болды бір сөздер. Әдемі үміткерлерді бір өздерін алыстатуға, көңілін қалдыруға тырысасыңдар деп. Айтып қалды, ата-анам көріп отыр, ыңғайсыз депші. Экранда отқаннан кейін сәл ерсілеу болған іштей сезіп отырсың ғой негізі. Шамалы түрде жарайды, қателік болған шығар, бірақ кешірім сұраймын. Барлығымыз негізі сол нәрсені күтіп отырық деп ойлаймын. Үміткерде соны күтіп отқан сияқты. Бір түрлі сияқты да негізі. Сендер сияқты бір қарындасым сияқты қабылдап кеттім бұл қызды да деп солайынан айтқан болады. Бірақ сізге де айтатыным енді келіп жатсыз да, сіз Саддәулетті әлі дұрыс танымай. Мен бізге біреу ауыр сөйлеп қалса да барып солармен шешіп береді. Енді bazın жанын жақсы түсінетін жігіттеріміздің бірі өзі, бірақ түйірі деп те айтсам болады. Күні екеуіңізде бір әдемі таныстық шығатын сияқты негізі. Мақтанатымыз бар, білге жүріп тұратынымыз бар ғой, жоқ емес. TikTokқа түсіп қалып атамыз да, онда тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Чересші қызғанудың қажеті жоқ, өйткені жаңа
еркенің айтып өткеніндей, болашақта отбасы құрамын деп кәдімгі дұрыс қарым қатынасқа есеп жасап жыртың етіп жырқылдап басқа қыздармен жүреді екен деп есеп жасап келмейді. жалпы. Бірақ та енді ол әр адамның өзінің ортасы болады. Мысалға түйдей ғана нәрсені түйдей қылып жібересің. Баласахан, ата анасынан кешірім сұраймын, егер де сөйтіп ойлап қалған болса. Менде сыйластық бар. Мен бірінші ата анаңнан, одан кейін сенен кішкене саған көңіліңе тиіп қалған болса, кешірім сұраймын. Бұл кісінің ұл достары көп. Мен ондай нәрсе мүлде ұнамайды. Ол нәрсеге нормально қарау керек деп ойлаймын да, енді мені танып келген болса. Келетін үміткердің сондай бір деңгейі шықса, біз жерден алып жерге саламыз. Жоқ, көрген нәрсесін сұрап жатыр. Просто спрос дейді ғой. Соң сен қызың бар екен ғой, сөйлесіп жүрген. Тура сол жақта просто сұрап жатыр. Әлшерде бір кек па, өзегінде өртеген от па, бірдеңе қалып кеткен да, сол үшін осындай Қабылдап отырған жігіттің тарапынан қызға деген құрметсіздік деп қабылдайды екен. Сол үшін үміткеріме де былай айтқанда адалмын. Сол үшін қыз өзінің по факту назардан тұрған нәрсесін айтты. Мен олдан нәрсені мойындап, кешірім сұрадым. Ата-анасынан да өзінен де бәрі дұрыс болады. Бұйырса, қалай айтса, отырып сөйлескенді ұнатам. Әнді кімге арнағаныңызды құпия болып қалады, иә? Жарайды, онда құпия болса құпия болып қалсын. Бұйырса, бәрі дұрыс болады, сол үшін нормально бар. Жақсы, уақыт көрсетер, иә? Хорошо. Гүлназбен таныстық жалғасады, әрине. Көңіліңізді түсірмеңіз енді. Кейде жігіттердің ренжітіп алатын кездері болып тұрады.